Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода маринадталған тауық етін дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза жуылған тауық етін осындай фольганың үстіне төсеп, тұзымызды барлық жеріне жететіндей етіп, осылай жағып шығатын боламыз. Ішіне де, сыртына да, қанаттарына да барлық жеріне өйстіп жағып шығамыз. Сонда бізде дәмі әдемі, тұзды болып шығады. Тауық етін қойып қоямыз да, енді біз соус жасауға кірісеміз. Табағымызға бір қасық балымызды саламыз. Мен бұл жерде 2 еселендіріп жасап жатырмын, өйткені менде 2 тауық еті. Енді мен сіздерге астына бір құрамын жазып қоятын боламын. Және де үстіне томатымызды саламыз. Оның үстіне майонезімізді саламыз. Осылай укроп пен чеснокты турап алдым ұсақтап. Соны саламыз үстіне. Өте жақсы дәм береді бізде чеснокта, укропта. Және қара перцімізді саламыз. Оның үстіне паприкамызды саламыз. Бір қасық соевый соусымызды құямыз. Менде 2 болғандықтан 2 қасық құйдым. Және де жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Біздің соусымыз дайын болды. Енді тауығымыздың ішіне, сыртына, қанаттарына, барлық жеріне жететін етіп, видеода көрсетілгендей жағып шығатын боламыз. Және де кішкене бөлігін алып қаламыз. Қазір біз картошка барлығын салған кезде соған араластыратын боламыз. Енді осындай фольганы орап, аяғын байлап қоятын боламыз. Мен осылай картошка, сәбіз және де пияз барлығын осылай турап алдым. Енді қалған соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз да, біздің тауығымыздың жан-жағына жақсылап салып шығамыз. Және де кішкене бөлігін мен тауығымыздың ішіне де салып жібердім. Өте дәмді болып шығады, сочный болып. 160 градуста 1 сағат пісіріп алатын боламыз. Мінеки біздің тауық етіміз дайын болды. Неге суы шығып, сочный болып пісті. Енді осылай картошкамызды салып, және де қасына тауық етімізді қойып, осылай дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Расында да өте керемет болып шықты. Мінеки суы барлығы шығып, дәмді болып шықты. Грильден кем емес. Міне осылай да дастарханға ұсынуға болады. Бізге холодный ретінде пиязбен осылай домалақ қып турап алдым. Енді пиязымызды осындай пищевой красителмен, жасыл краскамен осылай араластырып дастарханға қойсаңыздар, өте керемет вид беретін болады. Қолымызбен осылай араластырып, тауығымыздың бас жағына және де аяқ жағына салып қойып, жан жағына петрушкамен сәндейтін боламыз.
өте керемет, сочный болып шықты. Осылай дастарханға ұсыныңыздар. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде сөзсіз дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса каналыма жазылыңыздар. Бұдан да көп